Бүгін қиын, ертең одан да қиын болады. Ары күні жеңістің дәмін сезетін болады. Бірақ біраз адамдар орта жолда еңіп қояды. Ең бастысы сену және шыдау. Қайда барып жатқанын сенен басқа ешкім білмейді. Орта жолда жаман ой салып, бағытынан адастыратындарға жол бере көрме. Олардың лақтырған тасы қайта қамшы болып, сені шабыттандыру керек. Олардың мақсаты сені жолдан тайдыру, ал сенің мақсатың белгілеген межеге жету. Бұл айқаста мақсат тек мына нәрсе. Ол сенің қолыңнан келеді. Үйрететіндер көп, істейтіндер аз. Сөйлейтіндер көп, істейтіндер аз бұл өмірде. Сондықтан берілме бауырым, мен саған сенемін деп айтқан екен. Бұл айқаста мақсат мына нәрсе дейді. Бұл айқастағы мақсат не? Сен жолдан тайдыру болса, ал сенің мақсатың белгіге межеге жету болады. Бұл айқаста бір ғана мақсат бар. Ол мақсат жеңіс деп аталады.